Салем достар, сендермен Маке ТВ арнасы. Бүгінгі видеода сендерге компьютерді немесе ноутбукты қалай тазалауға болатынын айтатын боламын, көрсететін боламын. Біріншіден браузерге кіресіздер, ол жаққа CCleaner скачать деп жазасыздар и поискқа жазғаннан кейін ccleaner.com деген сайтқа кіресіздер. Бұл сайтқа ссылканы, сілтемені описанияда қалдырамын. Кіргенсін бізге үш түрлі вариант береді. Бесплатный, яғни тегін, сосын профессионал плюс деген. Бізге бесплатный, яғни тегіні керек. Керек дегенде бізге сол жеткілікті болады. Соны скачать деп басамыз. Қазір автоматты түрде осы жерде тартылу басталады. Енді осына тартылып болған күтетін боламыз. Бұл программа компьютерді немесе ноутбукты тазалауға арналған, және де компьютер немесе ноутбукты сәл болсын тезірек жұмыс етеді. Мінекей тартылып болды. Сосын осы тартылған нәрсені басасыздар, яғни установка жасаймыз. Осы жерде осындай не шығады, сіздерге көрінбей тұр. Осы жерде да дегенді басасыздар. Бұл бізге компьютерге осыны установка жасай беруге болады деген андай рұқсаттама сұрап жатыр бізден компьютер немесе ноутбук. Осылай қазір несі болу керек. Осындай установка жасайтын. Осы жерден тілді таңдасақ болады. Мына жерде қазақ тілі бар. Орнату дегенді басасыздар. Сосын осы жерде қазір орнатылатын болады. Мәліметті көрсету деп қалай орнатылып жатқанын көруге де болады. Міне орнатылып болды. Енді осы жерде мына жерден галочканы алып тастаймыз да Run CCleaner дегенді басамыз. Яғни CCleaner'ды қос деген сөз. Енді бізде қазір CCleaner деген программа қосылады. Ол программада біздер ноутбуктағы бүкіл қалай айтсам шлактарды, яғни мусорларды алып өшіріп тастауға болады. Бұл жерден сразу бірден компьютердің немесе ноутбуктың мына жерде характеристикасын көруге болады. Және де бұл жерде біз қалай тазалаймыз? Ең бірінші Custom Clean деген тұр. Бұл жерде көп нәрсе қазақ тіліне аударылмаған, себебі қазақ тілі бұл жерде көп дұрыс аударылмаған. Немесе орыс тілін таңдасаңыздар, немесе ағылшын тілін таңдасаңыздар дұрысырақ болады. Ағылшын тілінде ол бәрі түсінікті болады. Ағылшын тілін білсеңіз, орыс тілін білгендерге жақсы. Болмаса қазақ тілінде де болады. Кейбір жерлерінде ағылшын тілі қосылған болады. Бұл жерде сіздер өздеріңізге керекті нәрселерді галочкасын қойып, әрбір программаның нелерін басып, галочкаларын қойып, көріп, сосын анализ дегенді бассаңыздар, қанша мегабайтқа ноутбукты немесе компьютерді гигабайтқа тазартуға болатынын көрсетеді. Сосын тазартқышты ішке қосу деп өшіріп тастасаңыз болады. Немесе көрмей жатып сразу тазартқышты ішке қосу деп бассаңыз, сразу бәрін удалить етіп тастайтын болады. Маған Google Chrome'дағы ғаламтордың кеші, ғаламтордың тарихы, куки, жүктеп алу тарихы, соңғы жүктеп алу дегеннің бәрі маған керек. Қалған басқа программалардың бәріндегісін удалить етуге болады. Сондықтан тазартқышты ішке қосуды басамын. Continue деген сөзді басамыз, ол бізде жалғастыру деген сөзді білдіреді. Сосын осындай загрузка болады. Мінекей көріп тұрсыздар, 4150 мегабайт жойылды деп жазылып тұр. 4 гигабайттай файлды жойды. Бұл дегеніміз ноутбук немесе компьютердегі 4 гигабайтты тазалады. Менде бұл сіздерде көп шығуы мүмкін, себебі менде аз шыққан себебі мен көбінесе 10 күнде бір айда бір рет тазалап тұрам, сондықтан менде аз шығады. Және де Racer деген жерді бассаңыздар, осы жерден ошибкаларды тексеруге болады. Мәселені бастау дегенді басып,
осындай ошибкалар шығу керек. Қазір осы жерде ноутбукта немесе компьютерде қандай ошибкалар бар, соны көрсетіп береді. Сосын қалай шығару, яғни жөндеу жолдарын көрсететін болады. Жөндегенде сразу өзі автоматически жөндейтін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде менде 3 қате шықты. Осының бәрін әр мәселеге тоқталу дегенді басып, резервті көшірмесі керек пе деп сұрайды. Бұл на всякий случай сұрап жатыр. Если осыны жөндеген кезде компьютер дұрыс жасамай қалуы мүмкін деген оймен. Бұны мен көбінесе нет дегенді басам, яғни керек емес деп. Себебі бұл программа негізінде 99% жағдайда бұл программа қателеспейді. Сондықтан нет дегенді басамын. Бірақ сіздер өзіңізге да деп басқандарың жөн болатын шығар. Мен нет дегенді бастым. Сосын таңдалған қателерді түзеу дегенді басасыздар. Сосын жабу. Міне осы жерде қате қалмады. Тағы да мәселені тексеру деп 1-2 рет тексеріп көрулеріңізге болады. Сосын саймандар деген жерді басып, мына жерде өшіру деген категория бар, басатын. Осы жерден сізге барлық компьютеріңіздегі бар программалар шығады. Орнатылған уақытымен, көлемімен, қандай версия, яғни нұсқасымен орнатылған. Осы жерден өзіңізге керек программаны алып, мысалы мынандай өшіруді бастау дегенді басып арқылы өшіресіздер. Мысалы, осы программаны өшіріп көрсетейін сіздерге. Өшіруді бастау. Бұл программа бізде ноутбукта 155 мегабайттық орындалады екен. Бұл жерде көп программалардың көлемі жазылмаған, ол программаны әлі толыққанды жақсы істейтін көрсетілмеген, бірақ компьютер тазартқанда бұл жақсы программа ретінде өзін көрсеткен. Менің қолданысымда уже 2-3 жыл болды. Қазір қатып тұр. Вот мұны көргендеріңіздей өшіп қалды. Кейбір программаларды өшірген кезде мына жерде тағы бір оконкалар шығуы мүмкін. Сол жерде өздеріңіз басып не қыласыздар. Және де программалардың обновлениясы мына жерде тұрады. Қандай программаларды обновить етуге болатын. Осылардың бәрін алып, update ал дегенді басасыз. Ол бәрін обновить ету деген сөзді білдіреді. Мына жерде енді іске қосу деген басқан кезде, компьютер қосылған кезде қандай программалар компьютермен бірге автоматтық түрде бірге қосылатынын көрсетіледі. Менің компьютерім қосылғанда, ноутбугым бірден Avast деген антивирус қосылады. Қосылған деген жерде я деп тұр. Соны қалай өшіріп тастауға болады? Осыны басасыздар, сөндіру дегенді басасыздар. Бұны сөндіре алмаймыз, себебі Avastқа мен права администратора беріп қойғам, чтобы өзі басқа программалар оны сөндірмеу үшін. Болмаса, мысалы басқа неде көрсетейін. Мысалы TD Tabs деген бір программа бар, соны қосамыз. Мысалы міне қосылып тұр. Компьютер қосылған кезде сол бірге қосылатын болады автоматтық түрде. Ол компьютердің қосылу уақытына әсер ететін болады. Себебі компьютер қосылған кезде осы программаларды тағы қосылған кезде бірге қосылу үшін көбірек уақыт кететін болады. Барынша керек емес программаның бәрін алып тастасаңыз, компьютер тезірек қосылатын болады. Сөндіруді басасыздар и болды. Маған тек қана антивирус керек, қалған бәрін өшіріп тастаған болатын. Бұл мына программалар, бұл Windows-ның өзінің керекті программалары. Мынау Windows-ның антивирусы, мынау екеуі Dynamic соларға арналған программалар болып есептелінеді, сондықтан бұларды қалдырдым. Және де басқа мынандай нелерді қарасаңыздар болады. Бұл енді өздеріңізге өздеріңізге керек болады. Керек болғанда маған керек емес, өздеріңізге керек болуы мүмкін. Бұны орыс тілінде оқығандарыңыз жөн болады, себебі ол жақта аудармасы толыққанды бар. Қазақ тілінде былай айтқанда қатты аударылмаған, сондықтан кейбір нәрселерді түсінбеулеріңіз мүмкін. Негізгі осы айта кететін осы еді. Осы арқылы компьютеріңізді тазалап жақсы жасауға болады. Немесе және де осы видео ұнаса сіздерге лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, және де қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Мәке ТV арнасы, көріскенше.